Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен құйрық май тұздаудың әдісімен бөліскім келеді. Көп жағдайда біз құйрық майды май деп менсінбей жатамыз, бірақ құйрық майдың пайдасы өте көп. Ал ондай болса бастайық. Бізге ең қажеті 1 килограмм қойдың құйрық майы. Ең алдымен видеода көрсетілгендей етіп құйрық майды кесіп аламыз. Кескен кезде түбіне дейін емес, гармошка қылып кесеміз. Мінекей осылайынан видеодағыдай кесіп аламыз. Содан соң құйрық майды суда 30 минут қайнатып аламыз. Мінекей су қайнады, осы суға 2 ас қасық тұз саламын және жарты сағаттай орташа отта пісіріп аламын. Құйрық майды пісіріп алдым, енді біраз суытып қоямыз. Содан соң құйрық майды жақсылап тұздаймыз. Мен осы 1 килограмм құйрық майға 3 ас қасық тұз қолдандым. Жақсылап арасын бәрін қолмен үйкеп тұздап аламыз. Содан соң қара бұрыш сеуіп, бүйкелеп, жақсылап жағып шығамыз. Мен 1 ас қасық қара бұрыш қолдандым. Содан соң 5 тісше чеснокты ұсақ үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Осы құйрық майға жағамыз. Жақсылап қолмен барлық жеріне жағып шығамыз. Мінекей тұз, қара бұрыш және чеснокпен маринадтап алдық. Енді жақсылап тұз бұрышы сіңуі үшін 1 күнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1 күн өтті, құйрық майымыз жақсылап тұзы бұрышы сіңді. Енді видеода көрсетілгендей етіп кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң жаңағы құйрық майдың бөліктерін қызыл бұрышқа аунатып аламыз. Мен 3 ас қасық қызыл бұрыш қолдандым. Егер қызыл бұрыш болмаса, паприка қолдансаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай жақсылап жан-жағын аунатып аламыз. Барлығын дайындап алып ыдысқа салып алдым. Енді 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Мінекей құрметті көрермендер, тұздалған құйрық майымыз дайын болды. Өте дәмді және пайдасы да өте зор тағам. Қазақ тілді каналды дамытуға үлес қосып, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетуіңізді сұраймын.